Бисмилля. Микрофон тексеріп жүрейік. Бисмилля. Тақырып керек екен, бәрібір тақырып жоқ екен. Ассаламалейкум, қайырлы кеш. Қалайсыздар? Қалдарыңыз қалай? Күтіп қалдыңыздар ма? Кішкене техникалық ақауларға байланысты кешіріп шығып сұраймыз. Кешігіп шықтық, кешірім сұраймыз. Қалайсыздар? Қалдарыңыз қалай? Шығыптыр даусыңыз дейді. Альхамдулилля. Көп созбай қояғы, бірден эфирді бастай берейік. Эфирдің басынан бастап ескертемін, эфир сақталмайды. Сондықтан да құрметті оқырмандар, құрметті көрермендер, парақ пен ручка алып, дәптерлеріңізді алып деген сияқты әйтеуір барынша жазып алуға тырысыңыздар. Бүгін өте сіз үшін де, біз үшін де өте пайдалы ақпараттар болады, иншалла. Эфир сақталмайды, тағы да айтамын. Осы эфирдің барысында отырып, самолеттікті білесіздер, мына жерде 3 бұрыш тұр. Сол самолеттікті басып, басқаларға жіберіп отырсаңыз болады директіне. Өйткені эфирдің кезінде кім көріп үлгерді, сол адамдар көріп үлгерді. Қалғандар эфирді көріп үлгермегендер, ренжімеңіздер. Бүгінгі эфирдің тақырыбын не үшін қарыздан қалай құтыламын деп алдық. Ең бірінші кішкене қосылып алыңыздар, одан кейін комментарийді өшіреміз Алла бұйыртса. Бүгін расымен де сіздерге не үшін бұл эфирге шығып отырғанымды, не үшін бұлай эфир жасап отырғанымды, барлығын, бүткіл құпияның барлығын ашық айтамын, Алла бұйыртса. Сондықтан неше түрлі ақпараттардың барлығына дайын болыңыздар, иншалла. Бисмилля, Аллаға сан шүкірліктер болсын, пайғамбарымыз салауаттар болсын. Осы эфиріміз сіз үшін де, біз үшін де қайырлы болсын деп бастайық, комментарийді өшіре салайық. Қараңыздар, ең бірінші қойылатын нәрсе, сіздер қазақтың әрбірінің басында қарыз бар. Қазір мейлі қандай қарыз болсын, біреуден алған ақшалай қарызы болсын, болмаса кредит болсын, әйтеуір ипотека болсын, қарызда отырған кез келген сіз, мейлі банкке болсын, мейлі адамға болсын, мейлі кімге болса да қарызсыз ба, демек уже сізде қарызы бар адам деген сөз. Сіз кәдімгідей должниксіз. Сондықтан қарызы барлардың қатарында болатын болсаңыз, онда бұл сабақ, бұл эфир расымен де сіз үшін. Сондықтан сіздің қараңыз, ең алдымен сіздерге айтқым келетіні, осы сабақтың соңында, эфирдің соңына дейін отыратын болсаңыздар, менің қарыздан қалай құтыламын атты сабағымды алуға болады, иншалла. Бірақ эфирдің соңында оның барлығын күтіңіздер. Ең бірінші сіздерге қазір қарыз туралы айтқым келеді. Адамдар, біз бүйтіп ойлаймыз да, қараңыздар, ең бірінші қарыздан құтылудың бір ғана фишкасы, қарызға қалай кірдің, неге кірдім екен, соны неге алдым деген уже өтіп кеткен нәрсеге бас қатыру. Енді ол өтіп кеткен нәрсе уже болмайды. Біз қанша ойланғанмен, күш-қуатымызды салғанмен ол нәрсеге бәрібір лучше энергияны жұмсамай қойған жақсы. Бізге қай тренингтің сабағына барыңыз, қай мықты адамға барыңыз, бәрінің айтатыны фокусты басқа нәрсеге ауыстырыңыздар. Бірақ мүмкін емес. Ойлаңызшы, басында қарыз бар адам. Мысалы, менің өзімнің басынан өткен нәрсені айтып тұрмын. Осы 2009-2008 жылдары, енді жас кездерімде, 2008 жылдары, мен 25-26 жасымда ешқандай да ата-анам білмейді. Мен сондай жасымда менің басында әжептәуір, тіпті 10 миллионнан аса қарыздарым болды. Ол кезде 10 миллион деген өте үлкен ақша. Болды, алдандым деген сияқты, неше түрлі болды, бірақ сол кездер менің өмірімнің ауыр кезеңдерінің бірі еді. Одан кейін де менде өте үлкен қарыздар болды. Қазір қарап тұрсам, расымен де қарыздағы адамдарды мен прекрасно түсінемін. Не үшін? Қараңызшы, ощущение мынандай. Өзіңнің басында қарызың бар болған кезде, мейлі сен әдемі киімді үстіңе киіп ал, әдемі жерде отыр, әдемі ресторанда, болмаса тойда, көңілді жерде отыр, болмаса жаңында күшті достарың отырсын, бала-шағаң, күйеуің, или там, не знаю, шетелде жүрсіз ба, қай жерде жүрсеңіз де, қандай керемет состояниеде отырсаңыз да, ол адамның бәрібір көңіл жарым сияқты да, ананың миында бәрібір толыққанды 100% ол адам қуана алмайды. Өйткені ана қарыз деген бір бұрышын, миының бір бұрышын мүжіп жатыр, энергиясын алып тұр. Мысалы, мынандай болады да, лично менің басымда мынандай болатын. Скоро мен больницаға түсіп қалам, жатырмын да, носилкада жатырмын да, караваттың үстінде. Сол жерде жатырмын, жаным сөйлеуге шамам жоқ, бірақ сол жерде бір техничка, санитарка полды жуып жатыр да. Мен соның аяғын ғана көріп тұрмын да, жоғары қарауға шамам жоқ. Аяғына қарап тұрмын да, ана кісі ары бері адамдар өтіп жатыр, неше түрлі адамдар өтіп жатыр, солардың аяқтары ғана көрінеді да. Сол кездегі ойым, мейлі бұл сондай жұмыс істесін, мейлі 30 мыңға, 10 мыңға жұмыс істесін, мейлі или вообще жұмыс жоқ адам болсын, кім болса да, әйтеуір бұлар менен қарағанда бақыттырақ, өйткені бұлардың қарызы жоқ. Сосын автобуста келе жатам да, көшеде остановкада бір студенттердің жаурап тұрған көрем да, күздің күні бір курткамен жаурап аны бүйтіп тұрады, еріндері дірілдеп тұрған көресің ғой, жаурап тұрады.
қарап тұрамын да, бірақ сол зато ол жаурап тұрса да, анау студент болса да менен бақыттырақ, өйткені оның қарызы жоқ. Қай адамға қарасам да анау менен бақыттырақ, өйткені оның қарызы жоқ деп қарай беремін да. Мейлі тіпті бару көшедегі бомждың өзіне рахат шығар, осының өмірі, басында ешқандай қарызы жоқ, ешкім мазаламайды, ешкім звондамайды, банктен звондамайды оған деген сияқты. Яғни кімге қарасаң да өзің салыстыра бересің да, көңілің жарым. Сондай сәттер болады да, қарыздағы адамды, сол үшін де басында қарыз бар адамды прекрасно кәдімгідей түсінемін мен, жан жүрегіммен түсінемін. Қанша жерден ол адамда барлығы керемет, жанында оның адамдары оған сыйлық сыйлап жатса да, оның көңіл күйін көтергісі келіп тұрса да, оның көңілі жарым болып тұрады бәрібір. Өйткені қарыз ол сондай нәрсе, ол мүжейді, иә, көңілімізді жарым қылады, жүрегімізді толыққанда бізді өзімізді бақытты сезінуге бәрібір жол бермейді. Енді қараңыздар, өзімді сол кездегілермен салыстырамын да, шынымен де ол менің ауыр күндерім еді. Бірақ сол күндер менің поворот жасаған күндерім болды да. Қарап тұрсам, әр қарыздан кейін, үлкен қарыздан кейін менің өмірімде осындай повороттар болды, резкий повороттар. Яғни поворот деген бір келесі бір уровеньге шығу, келесі бір өзгерістер да. Бірақ бізде үнемі осы қарыз бәле болды. Анда барсаң да, өліп кетейін десең де тіпті қорқасың да. Өйткені өлсең артында қарызың қалады ғой, Алланың алдына қалай барасың? Болмаса артында бала шағаң, артындағылар қалады ғой, қарызды қалай тастап кетемін? Өзімнен басқа ешкім білмейтін қарыздар болды да менде. Жақындарыма, бекерге жақындарыма қалады ғой қиындықтың бәрі деген сияқты. Тіпті бар ғой, өлуге де жол жоқ та уже. Қарызға, прям қарыздың ямасына кіріп кеткен адамға ешқандай выход жоқ сияқты да. Я, сондай состояние болады, я, егер бастарыңызда қарыздарыңыз болса, білесіздер. Бірақ сол состояние, енді дәл қазір, дәл осы сәтте, альхамдулилля, менің басымда ешқандай қарыз жоқ. Ешқандай қарыз емес, альхамдулилля, сол кездерде осылай өз-өзіме уәде беретін, тіпті Алланың алдында. Егер күндердің бір күндерінде, егер де мен қарыздан свободаға шықсам, иншалла, басымнан ешқандай да қарыз болмаса, я, бір өзімді осындай бір ақша жағынан, финанс жағынан еркіндікке шықсам, иншалла, тура осындай өзім сияқты қиналған, қарызда жүрген адамдарға көмектесемін. Алла тағала, мен саған уәде беремін деген уәделерім бар еді. Шынымен кеше осы рөлде келіп жатып, осы бір-екі апта болып қалды, осы бір ой есіне шықпайды да. Мен сол кездер қатты қиналған кездерімде, сол кезде медресеге бардым, мен солай уәде беріп едім ғой. Сол уәдемді қазір енді жұмыс істедім, көтерілдім, әйтеуір үй алдым, машина алдым, өзіме келдім, альхамдулилля, қарыздан құтылдым деген сияқты. Неге мен ол уәдемді ұмытып кеттім? Сарт етіп есіме түсті да, кәдімгідей. Осы 2 апта болды осыны ойланып жүргеніме, кәдімгідей программа құрып жүрмін да осыған. Сондықтан да эфирдің басынан бастап айтамын, құрметті осы эфирге келіп отырған адамдар, бұл эфирде қазір эфирдің соңында сіздерге неше түрлі тосынсыйлар бергім келеді. Расымен де ниетім Аллаға аян, өзіме аян, не үшін бұл эфирге шығып отырғаным. Расымен де бұл эфирден де, бұдан кейінгі қазір болатын тосынсыйлардан да, болмаса менің жаңағыдай сабақтарымнан маған ешқандай да бір тиын пайда жоқ. Шынымен де мен бұл жолы пайданы көздеп отырған жоқпын. Мен бұл жолы расымен де Алланың алдына берген уәдемді орындағалы отырмын, иншалла. Сондай ниетім бар. Біріншіден, екіншіден, ақыретке азық жинағым келеді. Альхамдулилля, сол нәрселерде әйтеуір адамдарға көмектессем екен деген уровень, бірінші уровеньде басыңызда қарыз болған кезде, немесе қарыз болмаса да, сіздің біріңіз екі болмай жатқан кезде, ақшада берекесіздік болмай жатқан кезде, әйтеуір бір айдан 2 айға зарплатадан зарплатаға зорға әрең жетіп жүрген кезде, басқаларға көмектессем екен деген ой анда-санда бір келеді, бірақ болмайды ондай адамда. Бәрібір ол мышление, ол уровень, ол екінші әйтеуір жайлап өзіңнің финанстарыңды жайлап басылған кезде ғана келеді. Сондықтан да сол бір уровеньге альхамдулилля Алланың қалауымен жеттім. Енді ешқандай жаңағыдай пайданы көздемей, ешқандай ештеңе сабақты сатпай, расымен де адамдарға өзінің опытымен бөліскім келеді. Алла куә, расымен де. Иншалла, Алла бұйыртса. Сондықтан да менің ниетім Аллаға аян. Осы эфирге келіп отырған әрбіріңізге расымен де Алла тағала ең басында сұрайтыным, шын жүрегіммен сұраймын, иншалла, осы қарыз ямасынан құтылып, толығымен қарыз деген сөзді ұмытсаңыздар екен, я. Мүлдем қарызсыз өмір сүруді осы эфирді көріп отқан әрбіріңізге Алла тағала нәсіп етсін. Өйткені Алла расымен де невозможно қылатын адам. Алла всемогущий. Шынымен де Аллах тағала бүткіл ризықтың иесі, соған сенсеңіз болды. Ең бастысы, бірақ айтуға оңай, я, ауызбен айтуға оңай. Қарызды ойлай берме, фокусты басқа нәрсеге бұр, фокустың барлығын, яғни фокус деген внимание, бүткіл назардың барлығын қайтсем қарыз, қалай қарыз, неге қарызбын деп осы қарызды ойлай бермей, лучше табысты арттыруға бұр дейді. Қайсы сабақты тыңдасаңыз да, кімнің ең мықтылардың сабағын тыңдасаңыз да сөйтіп айтады. Бірақ қараңызшы, есі дұрыс адам басында қарызы болып тұрып, қалай ол қарызды ойламауға болады?
ол ойды басқару невозможно, ол мүмкін емес. Қанша ойламаймын деп осы жастыққа жатсаң да ойлап қоя бересің, ол ой келе береді. Ойды басқару өте қиын. Мен бұл қарызды ойламаймын десең де ойлап қоя бересің. Сондықтан да фокусты ауыстырудың, назарды ауыстырудың, қарыздан басқа нәрсеге ауыстырудың бірнеше жолдары бар. Иншалла солармен бөлісемін. Ең бірінші, яғни қарызды ойламау. Мүмкіндігінше ойламау деген мүмкін емес, бірақ мүмкіндігінше аз ойлау. Бір күнде мысалы 100% алатын болсақ, сіз соның қанша процентін осы қарызға бөлесіз, қанша процент ойланып жүрсіз, қарызды. Енді сол процентті бізге азайту керек. Сізбен біздің мақсатымыз қазір барынша қарызды аз ойлауға күш салу, фокусты ол қарыздан алып басқа нәрсеге бұру. Мен бұл туралы, менің мына жерде ақша және мен деген өзімнің толық кәдімгі авторлық курсым бар, тек қана ақша жайлы айтылатын, және ислам шеңберінде. Ислам не дейді? Құран сүннеттері бойынша, Құран, хадис, хадистер бойынша, сүннет бойынша айтылған сабағым бар. Сол сабақты көргендер біледі. Ол жерде қалай мен қарыздан өзім құтылдым, қандай қадамдар жасадым, қалай фокусты ауыстырдым, соны толығымен бүге-шүге сен айтқанмын. Дәл қазір сіздерге айтқым келіп отқаны, қараңыздар, мысалы, адамдар мынандай да, мынау бір не деп ойласақ, ұстап тұрасың ба? Мынау бір уровень деп ойлайтын болсақ, мысалы, мынау адамдар осылай уровеньге бөлінеді да, мынау сіздің, яғни қарызы барлардың немесе 1 миллионға дейін, немесе 500 мыңға дейін табыс табатындардың, осының ішінде 50 мың, 60 мың, 70 мың қандай айлығыңыз бар, болмаса қарыздасыз, осыған дейінгілердің уровені. Мынаудан екінші уровень бар, бұл уже қарызы жоқ миллионнан жоғары табатын адамдардың уровень деп екіге бөлейік, жоғары. Негізі қағазға сызуым керек еді, сіздерге неудобно, кішкене, теріс болып қалады камера. Яғни біз егерде осы мынаған дейінгі реально өзіңізді мойындаңыз, мен осы мына төмендегі мына бірінші деңгейдесіз ба, осы уровеннің ішінде осы адамдардың қатарындасыз ба? Мен осы адамдардың қатарындамын деп, осы жерде болсаңыз, ең бірінші очередь, мен осы уровендемін деп мойындау. Қараңыз, егерде сіз әлі қарыз, басында қарызы бар, миллионға дейінгі, болмаса 500 мыңға дейінгі табыс, болмаса мүлдем табыс таппайтын адамдардың қатарында болсаңыз, онда сіздің, яғни бұл жерде мен неге бөліп жатырмын? Адамдар екіге бөлінеді, негізі үшке бөлінеді, әртүрлі, бірақ осыған дейінгі, мынаған дейінгі адамдардың мышлениесі, ойлауы мүлдем бөлек, привычкалары мүлдем бөлек. Мынадан кейінгі адамдардың, екінші уровендегі адамдардың мышлениесі мүлдем бөлек. Сіздер ренжімеңіздер, бірақ расымен де осы мына деңгейден, мына мышлениядан шықпайынша, мен осы деңгейдің ішінде кәдімгідей ұзақ жүріп қалдым, 9-10 жыл жүріп қалдым. Бірақ қараңыздар, осының ішінде ананы тырмысып көріп, мынаны тырмысып көріп деген сияқты жыртылу деген нәрсе бар да. Ананы істейсің, таң атқаннан кешке дейін пахать етесің, жұмыс істейсің, әйтеуір өзіңді де, өміріңді де, настроениеңді де бәрін соған саласың. Вроде бы қарап тұрсаң, 5-6 жыл, болмаса 10 жыл кетіп қалды да осыған. Әлі жүрсің да осы деңгейдің ішінде. Мына бірінші уровень ішінде әлі жүрсің. Сонда осы соңғы бір 3-4 жыл деп айтайыншы, сол 3-4 жылдың ішінде ғана менің миыма жеткені мышлениені өзгерту. Мыналардың ішінде, мына адамдардың ішінде көп, адамдардың, әлемдегі адамдардың 90% осыған дейінгі мышлениенің ішіндегі адамдар. 10% адамдар мына жақтағы екінші уровендегі мышлениеде ойлайды. Мышление деген сіздің ойлау жүйеңіз, сіздің кәдімгі ойлауыңыздың привычкасы, Осыған дейінгі бізге лучше қараңыздар, енді осыған мынаған мына жерде 1 миллион теңге деп мысалы жазатын болсақ, осыған дейін жетудің екі түрлі жолы бар. Мына жердегі 1 миллионға мынадан тесіп өтіп, мынаған жетудің екі түрлі жолы бар. Мынау бірінші жол деп айтайыншы, былай стрелка сызып қою керек. Мынау бірінші жолы. Бұл жол сіз біздің жасап жүрген жолымыз, кәдімгі пахать етіп жүрген жолымыз. Мысалы, таңнан кешке дейін жұмыс жасайсыз. Если кішкене болсын әйтеуір сауда жасайтын болсаңыз, онда не істесем екен, саудамды қалай арттырсам екен, или тағы да қандай товар қоссам екен. Әйтеуір осындай нәрселерге бас қатырасыз. Тек қана көзіңізге көрініп тұрған товармен, болмаса айлықпен, әйтеуір осындай нәрселерді ғана ойлайсыз. Бұл 20%, яғни мына жерде 100% результат десек, мынау нәрсе, мынау жол, бұл 20% біздің кәдімгідей результатқа 20% әсер етеді. Екінші жол бар мына жерде, көзімізге көрінбейтін жол бар мына жерде, бұл 80% результатқа әсер етеді. Бұл қандай жол білесіздер ме? Бұл ішкі хал, внутреннее состояние, кез келген адамның ішкі халі. Бұның ішіне не кіреді? Бұның ішіне сіздің ең бірінші Алламен байланысыңыз, Аллаға деген сеніміңіз, оған оның всемогущий екеніне, оның бүткіл ризықтың иесі екеніне сеніміңіз, ақидаңыз, және өзіңіздің мышлениеңіз, ақшаға қарым-қатынасыңыз, установкаңыз барлығы осының ішінде. Мынау екінші жолдың ішінде. Енді қараңыздар, адамдардың
көп пайызы мынау жолмен жүріп үйренген. Қараңыздаршы, бұл мына 100%-тік результатқа жетудің 20% әсер етеді. Қараңыздар, енді бұл 20% білмеймін, сіз бұмен дәл осы жолмен жүретін болсаңыз, 1 жыл жүресіз, 2 жыл жүресіз, бұл жылда 20% деп алайық, сонда 20 қанша, ол 100%-ке жету үшін маған тағы да 20% 2 жыл деп алатын болсам, или 1 жыл деп алатын болсам, 1 жыл, 2 жыл, 20-ны 5-ке көбейтсем 100 болады. 20, маған тағы 5 жыл керек. Егер мына жолмен жүретін болсам. Ал енді ойлаңыз, мына жолмен жүретін болсам, мына жолмен 80%-тік жолмен жүретін болсам, маған 1 жылға жетпей мүмкін. Или вообще 1 жылдан да аз, или 1 жылдан көп, білмеймін. Өте мынадан қарағанда 4 есеге тез жететін жол мынау. Мына жердегі миллионниктердің мышлениясына жету үшін. Ойлаңыз, сіз осы мышленияға жеттіңіз ба, миллиондарды табатын адамдардың, сіз уже болды, уже мышление осыған жеткен кезде автоматически сіздің қалтаңызда сол нәрсе болады. Кәдімгі біздің мышлениемізде не бар ойлауымызда, сол өмірімізде де, қалтамызда да болады сол. Кәдімгі шын өмірімізде, сыртқы өмірімізде болады. Ішкі халде не бар, сол сыртқы халде болады. Ал енді келесі сұрақ, бұған қалай жетеміз? Әрине, естественно, келетін сұрақ, мынау жолмен қалай жетуге болады? Барлық жаққа барсаңыздар айтатын нәрсе осы. Менің осы ақша және мен сабағымда осыған жетудің жолдары айтылады. Ең бірінші бұған жетудің жолы не үшін өзіңізге анықтап алуыңыз керек. Маған ол жолға жету не үшін керек? Давайте мен сізге сұрақ қояйын, сіз өзіңізге жауап беріңіз. Бәріңіз байығыңыз келеді, осы эфирде отырғандарыңыз барлығыңыз байығыңыз келеді. Мен де байығым келеді. Мойындайықшы, оны нормально. Бірақ не үшін? Давайте өзіңізге дәл қазір сұрақ қоям. Сіз өзіңізге, әркім өзіне жауап берсін. Не үшін байығыңыз келеді? Ниетіңіз не үшін? Ладно, қарыздан құтылу үшін, жағдайым жасау үшін, үй алу үшін, машина алу үшін, там не бар тағы да, туысқандарыма көмектесу үшін, бала шағама комфортный өмір сыйлау үшін, осындай, енді осы өмірдегі кәдімгі барлық адамдардың стандартны ойлайтын нәрселер, осы мынау үшін ең бірінші ішкі халдегі 80%-ның ішіндегі ең бірінші шешетін нәрсе осы не үшін деген сұрақты өзіңізге қою и ниетіңізді анықтау. Өте маңызды. Сіздің байлықты қалаудағы ниетіңіз, көп ақшаны қалаудағы ниетіңіз есіңізде болсын. Сіздің ақшаңыздың аз көп болуын шешеді. Ақшаңыздың берекесін шешеді, өйткені амалдар ниетке байланысты. Тура ақша және мен деген сабағымның өзі 3 сабақтан тұрады. Соның ең бірінші сабағы осы ниетті қалай анықтаймыз, және ол ниетті қалай дұрыстаймыз, осыған бөлінеді. Тура бірінші сабақ только осы жайлы. Екінші сабақ ол жерде қарыздан қалай құтыламыз. Толық фишкалар беріледі. Мен қалай құтылдым, қандай фишка. Үшіншісі, енді байлықты қалай сұраймыз, кімнен сұраймыз, оны кімнен күтеміз, бізге кім береді байлықты. Яғни біліп тұрмыз ғой, ала беретін, бірақ соны қалай дұрыс сұрау керек. Именно байлықты қалай дұрыс сұрауға болады. Осы 3 түрлі тақырыпта ақша және мен деген менің курсым бар. Енді қараңыздар, неге мен бұл сабақты қайта-қайта айтып жатырмын? Осы сабақ 5 теңге тұрады. Бұл сабақты дәл бүгін осы эфирлерді көргендер, кім эфирді көрді, 10 сентябрь күні басталады, иншалла, сол көргендерге 1590 теңгеге сабақты бергім келеді, осы 3 сабақты. Бірақ қараңыздар, осы сабақты кім сатып алып көрді, түскен ақшаның барлығы 100% садақаға кетеді. Мен бұл ақшадан 1 тиын да алмаймын, иншалла. Егер де сіздерге осы ақшаны қазір, осы сабақты дайын түсірілген сабақ, нелермен бірге берілген, техникалармен, барлығын тегіннен бере салатын болсам, шын айтам, сіздер оны құндылық ретінде көріп оқымайсыздар, оқысаңыздар да оны жасамайсыздар. Сондықтан барынша минимальный баға қойып, 1600 теңге. Барынша осындай баға қойып, мен жасап отырмын 5000 теңгеден, 10.000 теңгеден сатқан сабақтарымды 1600 теңгеден хотя бы, бірақ тура осы эфирді көрген адамдарға ғана. Қараңыздар, сіздердің көздеріңше отчет болады. Менің командамда бұл сабақтар біздің шотымызға түседі ғой, бірақ оның 1 тиынын біз алмаймыз. Оны түгелімен садақаға жібереміз. Яғни сіздер осы сабақты сатып ала отырып, сіздер садақаға үлес қосасыздар. Иншалла, ол сіздің берген садақаңыз, әрі сіздің біліміңіз болады. Жарайды, бұл туралы эфирдің соңында айтамын. Бірақ қараңыздар, енді нақты фишкаларын айтайын. Сіз ең алдымен мынандай хадис бар, кәдімгі Имам Ғазалидің Ихия улумуддин деген кітабы, соның ішінен оқыдым, кәдімгідей осыны. Кім Алладан, басқадан, яғни адамдардан дәмеленетін болса, дәмелену деген қазір түсіндірем қандай екен. Ол өзіне кедейліктің 70 есігін ашады деген хадис бар. Енді ойлаңыз, жаңағыдай привычкаларына 80%-ның ішінде мен кімнен тіленіп жүрмін, мен кімнен дәмеленіп жүрмін, вообще менде ожидание бар ма деп өзіңізден сұраңыз. Обязательно тілену деген берші деп сұрау емес. Мысалға, біреуден бір тегін нәрсені алып қалу, болмаса, мысалы, 2 адам тұрда, біреу сізге келді сырттан,
жаңыңыздағы адамға подарка берді, беріп жатыр, екеуіңіз бірдейсіз, білмеймін, сіздің абысыныңыз ба, сіңліңіз ба, сырттан біреу келді да, бірақ сізге ешнәрсе берген жоқ. Сіз не істейсіз? Ренжисіз, неге ренжіп жатқаныңызды білесіз ба? Сіз күттіңіз, ожидание орындалмай қалған кезде бізде ренжу болады. Яғни біз Алладан күткен жоқпыз. Кім Алладан күтіп, адамдардан вообще ештеңе күтпесе, ожидание болмаса, ол адамда реніш болмайды, естеріңізде болсын. Кім адамдардан бірдеңе күтуді, мейлі ақша, мейлі көңіл, мейлі махаббат, мейлі көмек, не нәрсе болсын, мейлі қандай нығмет болсын, адамдардан күтуді тоқтатқан кезде, тек қана Алладан ғана күтуді бірінші орынға қойған кезде, ол адамның иншалла өмірінде береке бола бастайды. Және ол ең дұрыс жолдардың бірі. Біздің бұл өмірімізге де, ақыретімізге де. Мейлі бұл өмірде 80 жыл, 90 жыл, білмеймін, қанша өмір сүреміз, максимально деп алғанда 90-100 жыл өмір сүретін шығармыз, бірақ зато бұл 90 жыл деген мынанша. И то оның біз білмейміз, жартысын өмір сүріп қойдық па, қанша жылы кетті. Енді қараңыз, осындай қысқа ғана ғұмыр, ар жақта бәрібір мына жерде өлім деген көпір бар, осы өлім деген көпірден өтеміз. Ар жақта ақырет бар, ол жақта мәңгілік өмір бар. Яғни ана жақта мәңгілік өмір, мынау сол өмірді, мәңгілік өмірдегі орнымызды іздеу. Мына қазір өмір сүріп жатқан 90 жылымыз, 80 жылымыз, білмеймін. Осы азғантай ғана 80-90 жылды мына ана жақтағы мәңгілік өмірге айырбастап жібереміз. Кейбір кезде осы дүниенің күйігіне күйініп, болды, осы дүниенің ғана бақытын ойлап, осы дүниеде бай болсам болды, лишь бы осы дүниені ғана ойлап кеткен кезде бізде баланс жоғалады. Мына дүниені қатты ойлап кетіп, ақыретті ойлаймыз анда-санда, бірақ анда-санда ойлап қана қоятын болсақ, екеуінің балансы, ара қатынасы, үйлесімі жер мен көктей болып кеткен кезде, бізде үйлесім бұзылған кезде, баланс кеткен кезде өмірімізден де береке кетеді, жүрегіміздің тыныштығы да кетеді. Яғни барлық нәрседе, жанда болсын, душевный болсын, рухани, қандай төрт сфера бар, сол сфераның барлығында бізде береке кете бастайды. Сондықтан ойбай жоқ, намаз оқып кетіңдер, оранып кетіңдер деген нәрсе емес бұл. Бірақ үнемі мына жүрегіңізбен сезінсеңіз болды. Адам баласынан, ата енемнен, ата анамнан, күйеуімнен, тәне бар, әпкемнен, бастығымнан ештеңе күтпеймін. Алладан ғана күтемін. Өйткені бүткіл ризықтың, мына киімнің, машинаның, үйдің, мына ручканың, сіздің қолыңызда ұстап отырған телефонның, жанымның, тәнімнің, тіпті менің мына бүткіл кожамның, бүткіл барлық нәрсенің иесі, хозяйны, авторы тек қана Алла екенін білген кезде, соны тек не только білесіз, соны жүрегіңізбен сезінген кезде, және соған ғана үміт етіп, оған ғана тәуекел еткен кезде, иншалла Алланы үнемі есімізге түсіріп, содан ғана бірден күтіп жүрген кезімізде, мынау баланс, екі жағы кетіп қалған баланс жайлап орнына келе бастайды, иншалла. Мына баланс жайлап өзіңіз келтіресіз, оны біреу келтіріп бермейді сізге. Осы баланс орнына келген кезде, иншалла, мына дүниенің де, ана дүниенің де, екі дүниенің де азығын жинап өмір сүруге. Бұл дүниеге де, иншалла, арғы өмірімізге де инвестиция жинауға, екі өмірде де инвестор болуға болады. Бұл нәрсе қолымыздан келеді, иншалла. Бұның да жолдарын анық айтып қойды, Алла Тағала бізге көрсетті бұның барлығын. Бірақ біз өзіміз бұзылып, өзіміз қате нәрселер істеп жүрміз. Яғни неше түрлі қызыл кошелектан, болмаса білмеймін, адам түсінбейтін, вообще логикаға сыймайтын қызыл нәски, болмаса не знаю, бір жолымды ашады, бағымды ашып береді, неше түрлі осындай бір техникаларға табынған кезде Алла Тағала бізді сол нәрселерге шырмаландырып қояды да, өзінің мейірімі мен рахымынан, өзінің берекесінен, өзінің рахымынан махрұм етеді. Болды. Или мысалы мен біреудің қалтасына күтетін болсам, менің біреудің қалтасына дәмеленетін болсам, или менің бір күшті бастығым болса, сол бастығыма күшті, постоянно әйтеуір қайтсем осы бастығыма жағынам, айлығымды көтереді, не знаю, званиямды көтереді, әйтеуір должностымды көтереді, или бай әпкем бар, менің соған жағына беретін болсам, әйтеуір бір күні маған бұл керек болып қалады деген ниетпен мен байларға басқа подход, кедейлерге басқа подход жасайтын болсам, уже мен ана байдың бір байлығынан үміт етіп жатырмын. Содан дәмеленіп, мен содан тіленіп жатырмын да уже. Ол да мен сияқты адам ғой. Бітті. Мен біреудің қалтасына дәмелендім ба, соның қалтасына байлап қояды екен. Алла Тағала ше, Алла сақтасын. Яғни Алла соның қалтасына байлап қояды деген сөз, сол берсе бай боласыз, яғни нормальный боласыз. Сол бермесе, оның настроениясы бірде бар, бірде жоқ деген сияқты. Оның смотря мінезі қандай. Ол берсе ғана менде ризық нормальный. Яғни адамға байлану деген нәрсе осы да, адамға кішкене болсын, хотя бы мынау маған тегін бірдеңе берсе екен, мынау маған подарка берсе екен деген нәрсені жалпы адамнан, яғни құлдарға құл болмаңдар деген нәрсе бар да. Біз бәріміз құлмыз, Алланың құлымыз. Адамнан тіленуді бүгіннен бастап осы привычканы тоқтатқан кезде,
анау маған берсе екен, анау маған бірдеңесін берсе екен, білмеймін, сабағын берсе екен, курсын берсе екен, әйтеуір білмеймін не болса да маған осы берсе екен деген нәрсені тоқтатыңызшы. Өтініш, сеніңізші, кәдімгі осы жолдан өткен адам ретінде айтамын сізге, мұсылман бауырыңыз ретінде айтып тұрмын. Сеніңізші, қашан Аллаға толық байланасыз, Алла сіздің бұл өмірдегі проблемаңызды да, қарызыңызды да, ризығыңызды да, берекеңізді де, тіпті денсаулығыңызды да өзі реттеп қояды иншалла. Өйткені оның қолынан келмейтін нәрсе жоқ. Алла тағала бұл туралы анық Құранда Рағд сүресінде айтты. Алла тағала немене айтпалы, Алла тағала адамдардың хәлін өзгертпейді, адамдар өзін өзгертпейінше. Мен не үшін бұны айтып жатырмын? Жаңағы мынау 90%, мына жердегі 80% ішкі хәл дедім ғой, мына жолда айттым ғой. Осы жолдың ішінде осы нәрселер бар. Біздің іштегі дәмеленуіміз, ішкі ниетіміз, неше түрлі ішкі состояние деген бұл көзге көрінбейтін нәрселер. Мына сыртқы состояние деген нәрсе бұл көзге көрінетін нәрселер. Сондықтан әрине бұны жасау керек, бірақ біз мынаған көп күш қуатты салып жатырмыз да. Яғни сыртқы состояниеге, жаңағыдай базарға барамыз, азанда үйтеміз, саудамызды жасаймыз, барынша әйтеуір мынаған күшті бөлеміз, ұйықтамаймыз, әйтеуір осыған күш қуатты бөлеміз. И бұның алатын результатымыз, мынаған көп 80% күш қуатымызды бөлеміз да, бұдан алатын результатымыз 20%. Яғни бәрібір қанша жылымыз, уақытымыз кетті, результат аламай жатырмыз да, берекеміз болмай жатыр, біріміз екі болмай жатыр. Егер де осыған кеткен күш қуатымызды, осы күш қуатымыздың көбісін мынаған жіберетін болсақ, біз аз уақытта тез результат алатын едік, иншалла. Сондықтан да мен ойлаймын, иншалла, кішкене болсын түсіндіңіздер деп. Ең болмаса осы эфирден адамға дәмеленбеу деген нәрсені тоқтатса, сол бір нәрсені түсініп, шынымен мен өзім дәмеленіп қояды екенмін ғой деген нәрсені түсініп, соны тоқтатса, осы бір привычка болып кеткен, бұл да бір бізге әдет болып кеткен да, осы привычкасын тоқтатса, мен үшін бұл да жетістік. Осы эфирге келген адамдардан расымен де оны тоқтататын болса, кәдімгідей. Сондықтан Алла тағала білет кімнің қандай ниетте болып жатқанын. Мен қазір осы ниетпен шығып тұрмын ба? Келесі нәрсе, сіздің өзіңіз ғана көмектесесіз. Бұл да жаңағы хадиске келіп тұр, басқа маған көмектесе екен. Мысалы, екі бауыр бар деп айтайық, сестры, болмаса екі абысын ағайындар бар. Біреуі жақсы, тырмысты, үйтті, бүйтті, әйтеуір қателесті, қайтадан құлады, қайтадан сүрінді тұрды, яғни жетістікке жетіп, әйтеуір өзінің жағдайын жасап алды. Екінші бауыр ондай емес. Бірақ анау көтерілгеннен кейін, анау ақшасы көп, неге мынаған көмектеспейді? Оның ақшасы көп, өзінің жағдайын жасайды. Или там мынау өзі жетіп армандаған шығар, осы қарыздарынан жабам, үйімді алам, машина алам, сосын ары қарай шетелге шығам деп армандап жайлап, армандарына жетіп келе жатқан шығар, неқтағы адам. Мынау өзінің армандарына жетіп бұл жасап жүрсе, мысалы Аллах тағала да армандарымызға біздің ниетімізге қарай жеткізеді. Мына жердегі ниетіміз бен пейіліміз, біздің ішкі халіміз, біліңіздер, біздің өмірімізді шешеді. Біздің өміріміздің берекелі болуын шешетін біздің өзіміздің ниетіміз бен пейіліміз, ішкі халіміз. Қараңызшы, мынау адам жетіп жатыр, өзінің Алла тағала қолдап, бұл өзінің армандарына жетіп жатыр. Мынау адам почему-то жете алмай жатыр да, екеуі туысқан бір-біріне. Сөйтіп мына шетелге шығып, бала шағасын қыдыртып, әйтеуір астына жақсы машинамен сөйтіп жатса, мынада автоматически ренжу басталады. Неге мен қарызда отырғанды көріп тұрып, бұл неге маған көмектеспейді? Оған түк емес қой, ол 100 000 теңге деген. Неге маған бере салмайды? Неге онда бүйтпейді? Неге өйтпейді? Бітті. Осындай нәрсе басталды ма? Осы привычкаға, мынау ямаға кірдіңіз ба? Осындай мышлениеға кірдіңіз ба? Бітті. Өте қауіпті зонадасыз. Өте қауіпті зона. Яғни уже сіз мынау адамнан дәмеленіп жатырсыз, Алладан емес. Мейлі сіздің ең жақын бауырыңыз болсын, ең жақын туысқаныңыз болсын, адам баласынан вообще одан күтпеңіз. Шынымен күтпеген кезде ренжу де болмайды, күтпеген кезде шынымен де Алла сізге бере бастайды, өзі-ақ бере бастайды. Мынандай нәрсе бар сосын. Қараңызшы, садақа бер десе адамдар бүйтіп ойлайды. Мен алдымен байып алайын, одан кейін садақа берем. Осыдан байып кетсем, көп садақа берем деп ойлаймыз. Жоқ. Формуланы ауыстырыңыз. Алдымен сіз садақа бересіз, сосын байисыз. Бірінші байимын, сосын садақа берем. Немес. Алдымен садақа бересіз, сосын байисыз, иншалла. Біліңіздерші, садақа береке мен байлықтың, алдымыздағы өміріміздің берекесінің кілті кәдімгідей садақа. Бірақ садақаны да берудің өзінің дұрыс жолдары бар. Ол туралы да ютубтан Балқия Балтабай садақа десеңіздер, қалай берем, кімге берем, ақшам жоқ мен садақа беретін, садақаға менің вообще жетпейді, мен тиыным жоқ дейтін адамдарға сұрақтарға жауап берілген. Менің арнайы вебинарым бар, ютубта тегін тұр, көріп шықсаңыздар болады. Қараңызшы, сіз Аллаға шығындаласыз, Алла да сізге шығындалады. Сіз Алланың жолына шығындаласыз, Алла да сізге шығындалады. Бұл кәдімгі закон, бұл формула. Сіз ешкімге ештеңе бермей,
мына жеріңізде жмоттық болып барлық нәрседен скидка сұрай беріп барлық нәрсеге экономить ете беретін болсаңыз, адамдарға ештеңе бермей сараңдардың қатарына қосылып кететін болсақ, егер бізге де келетін ризық сараң сондай қиын жолмен келеді. Менің адамдарға беруім, мына жердегі беру деген нәрсе сындыру керек, ол да бір нәпсі ғой. Осы беру, жомарттық деген нәрсем қаншалықты дәрежеде маған келетін ризықтың да жолы сондай дәрежеде. Біліңізші, менің өзімнің ішкі пейілім мен адамдарға бергім келетін жомарттығым сол нәрсе шешеді. Бірақ беру керек деген сыйлықтың артында, менің бергім келеді деген садақамның артында не тұр? Не үшін беріп жатырмын? Ол өте маңызды. Сіздің ниетіңіз өте маңызды. Мысалы, туысқандарыма сыйлық беріп жатырмын. Біреуге, білмеймін, ата-анама машина мінгізіп жатырмын, или там, білмеймін, путешествие беріп жатырмын, киім әперіп жатырмын. Не үшін беріп жатсыз? Өзіңізге 2 рет, 3 рет, 4 рет осы сұрақты қойыңыз да, ниетіңізді анықтап алыңыз. Не үшін беріп жатсыз? Ертең ол да маған береді деген нәрсе ма? Жоқ, әйтеуір өйстіп, браво деп мақтаны шалғыңыз келе ма, внимание алғыңыз келе ма, олардан признание алғыңыз келе ма? Жоқ, шынымен де осыларға беріп, маған лишь бы Алла разы болса болды. Қайтсем осы Алланы, қайтсем разы қыламын, не істесем, менің жаратушым, менің авторым менен довольны болады. Қайтсем мен оның жақсы көретін құлдарының қатарына кіріп кетемін, мен де сол топқа кіремін деген ой ма? Егер ондай ой болатын болса, сізден андай оның бір белгісі болу керек. Қайтарым күтпейсіз. Берген нәрседен вообще қайтарым күтпейсіз. Мысалы, мен біреуге жақсылық жасадым да, ол маған рахмет айтпады. Сол рахмет айтпағанда ренжісем, бұл жерде Алланың разылығы жоқ. Неге? Ананың разылығы деген нәрсе, рахмет, балықия, Алла разы болсын, осында мен баламды қарап бердің, болмаса мен баламды үйттің, мен бүйттің деген рахмет маған ұнап жатыр ма? Әшейін нәпсінің қалау үшін жақсылық жасап жатырмын. Өзімнің нәпсімнің жаңағыдай желаниесі үшін, нәпсімнің тойу үшін, нәпсінің қалауы болып кетті, бұл Алланың қалауы болып кеткен жоқ, бұл жерде разылық жоқ. Осы нәрсені бізге анықтап, фильтрлеп алу керек, ажыратып алу керек, түсінесіздер ме? Өйткені біздің ниетіміз көп нәрсені шешеді, амалдар ниетке байланысты. Садақа туралы отдельный бір эфир болады, Алла бұйыртса. Бірақ қараңыз, тағы бір нәрсе да, осы недавно оқыдым осы сабақты. Сіз бұрын соңды болмаған табысқа шыққыңыз келсе, бұрын соңды жасамаған садақа жасаңыз. Садақа десе 100 теңге, 200 теңге, 1000 теңге. Давай сізге сұрақ қояйын. Осы күнге дейін максимально берген садақаңыз қанша теңге? Маған айтпай қойыңыз, өзіңізге жауап беріңіз. Өзіңізбен честно болыңыз. Өзіңізге өзіңіз жауап беріңіз. Осы күнге дейін сіздің максимально берген садақаңыз, Алланың разылығы үшін берген садақаңыз қанша теңге? 5000, 10000, 20000, білмеймін, или 1000 теңге. Әркімнің өзінің шындығы бар, әркім өзіне жауап берсін. Енді қараңыз, осы күнге дейін тауып жүрген табысыңыз 100.000 теңге болса, мысалға айтып жатырмын, сіздің айлығыңыз 100.000 теңге болмаса 300.000 теңге, әйтеуір 200.000 теңге. Осындай болатын болса, оны естественно кім көбейткісі келмейді, табысын көбейткісі келеді. Осы ай сайынға түсіп жатқан, сізге үйіңізге түсіп жатқан, сізге түсіп жатқан табысты көтергіңіз келсе, келесі уровеньге табысыңызды шығарғыңыз келсе, алдымен садақаңызды келесі уровеньге шығарып алыңыз. Өйткені біліңіздер, садақа ризықтың алдында жүреді, артында жүрмейді. Алдында жүреді. Тағы да айтамын, формуланы біз ауыстырып жібергенбіз, ешқашан мен байып кеткен кезде садақа беремін, Алла бұйыртса осыдан байысам деген нәрсе қазіргі кедей, яғни қазіргі біздің кедей, мен де сіздердің состояниеңіздеміз ғой, бәріміз бір таптамыз. Қазіргі сіздің мышлениеңіздегі шығарып жатқан шешіміңіз. Сіз басқа мышлениеге, жоғары байлардың мышлениесіне қосылып кеткен кезде бұл шешіміңіз өзгеріп кетуі мүмкін. Өзіңізді өзіңіз игере алмай қалуыңыз мүмкін. Ол қызғаншақ болып кетуіңіз мүмкін, или жаман адам болып кетуіңіз мүмкін деген сөз емес. Садақа беру естен шығып, тіршілік до такой типінде бизнесіңіздің, тіршілігіңіздің көбейіп кеткені соншалықты құлшылыққа уақыт қалмай қалуы мүмкін да. Құлшылыққа естен шығып кетуі мүмкін да. Шынымен де осындай нәрсе біз өзіміздің до такой типінде көтеріліп жайлап состояниемізге қарайтын болсақ, сондай нәрсе болады бізге. Тіршілік құлшылықтан жайлап бізді алыстатады. Енді қараңыз, тура жаңағы состояние сияқты. Мынау тіршілік, мынау құлшылық. Құлшылық деген тек қана Құран оқу, намаз оқу, болмаса бүйтіп орамал тағып алып қағбаға бару ғана емес. Құлшылық деген сіздің Алладан үнемі сұрайтын дұғаңыз, тілегіңіз, үнемі Алладан кешірім сұрайтыныңыз, Аллаға айтатын үнемі зікіріңіз, просто хотя бы элементарно Алланы үнемі есіңізде сақтауыңыз, бұл да құлшылық. Сондықтан да шатастырып алмайық бұл жерде. Мына қараңыз, мына тіршілік, мына құлшылық. Тіршілігіңіз жоғары қарай кетіп қалып, құлшылыққа азғандай ғана уақыт бөлінген кезде тағы да баланс кетеді. Бұл ішкі хал тағы да, тіршілік бізді құлшылықтан алсатпау керек. Немесе құлшылық қатты құлшылыққа да беріліп кетіп, тірлік тастап кетуге болмайды. Екеуінің балансы бірдей болған кезде тағы да бізде береке бола бастайды, Сондықтан жаңағыдай қараңызшы, намаз оқып жүргендер, намаздарымызды қаза қылып жүрген кезде, қаза болып қалады, намаздарымыз. Сол кезде не себепті 2 рет, 3 рет, 4 рет намаз қаза болды ма, уже
задайте себе вопрос, кәдімгі сұраңыз өзіңізден, сұрақ қойыңыз, не үшін намазым қаза болып жатыр? Менің бизнесім, менің жұмысым, менің саудам сол ма кедергі болып жатқан? Осындай болып жатса, жауап осындай болса, жайлап тіршілік құлшылықты ысырып жатыр. Құлшылықтың низкий болуына әсер етіп жатыр. Яғни мынаның балансы көбейіп кетіп жатыр да проценті, мынаның проценті азайып жатыр. Білесіздер ма, осы процент екеуі екі қарап ойнап кеткен кезде, баланс болмаған кезде бізде тағы да иман әлсірейді да, ол кезде шайтан араласады, күпірлік араласады. Жаңағыдай неше түрлі біз дүниенің соңына да жүрегімізге Алла тағала емес, жүрекке жаңағыдай дүние кіріп кетеді да. Бір жүрекке екі махаббат сыймайды. Дүниеге Алла емес махаббат кіргеннен кейін тағы да біздің өмірімізде береке кетеді. Қараңыз, сіз өзіңіз ойлаған миллиондарға жетуіңіз мүмкін, бірақ оның рахатын көре алмайсыз. Шынымен де бір рахаттанып, қалаған осы рахат менде күшті еді дей алмайсыз. Осы нәрсе ризықтың бізге келген несібе мен ризықтың ақшасын, берекесін сезіне алмау деген нәрсе бар да. Өйткені берекесіз келетін жол бар. Шынымен де кейбір кезде жаңа қызыл кошелек бар, неше түрлі фен шуй бар, Аллаға қарсы шығатын жолдармен де адамдар байып жатады. Бірақ ол ақшада береке бар ма, жоқ па? Бұл дүниеде ладно берекесі, ақыреттегі берекесі қалай ақталамыз ертең Алланың алдына барып? Мен саған ол жолмен ризық тап деп айтқан жоқпын ғой, неге сен ол жолмен таптың деген кезде, маған просто ол ақша керек болды, ала деп ақталамыз ба? Қалай ақталамыз? Ол ақталатынымызды да ойлап қоюымыз керек, Мен бұл жерде шығып алып ешқандай уағыз ештеңе айтқым келіп тұрған жоқ, уағыз айтуға хақым да жоқ менің. Просто барлық нәрсені әкеліп, бәрібір түбі келіп, Алла тағалаға, исламға тірелетінін айтқым келіп тұр да. Біліңіздерші, барлық нәрсенің түбі бәрібір қайда барыңыз, дүниедегі ең мықты ученый болсын, оқымысты мықты адам болсын, бәрібір түбі тіреліп келетін жері ол адамның ислам. Бәрібір одан артық ғылым жоқ. Кім ең мықты адам бар оқып кететін болса да. Сондықтан да бізге алысқа кетіп, миымызды басқа нәрселерге феншуй, сеншуй, не бар, неше түрлі эзотерика, нумерология, ондай нәрсеге басымызды қатырып, өмірімді қор қылғанша, лучше кәдімгі исламның да жолымен баюға, миллионер болуға, миллиардер болуға болады. Ислам запрет қоймайды баюға. Кәдімгідей зекет беретін құлдардың қатарына қосылып, кәдімгі достойны мұсылман болуға, бұл өмірде де рахат өмір сүріп, сөйтіп өмір сүре жүріп, ақыретке де азық жинауға болады бізге. Ешқандай палшыға бармай, ешқандай тәуіпке бармай, тек қана діни сауатты ашып, ислами базалықты ашып, просто біліміңізді арттыратын болсаңыз, иншалла ондай жолмен жетуге болады. Оның да жолдары бар. Сосын келесі нәрсе, сіздің айналаңыз, сіздің привычкаларыңыз өте маңызды, есіңізде сақтаңыз. Сіздің ежедневный привычкаларыңыз, әдеттеріңіз қандай? Мысалы да, аузыңыздан көп шығып кететін сөзіңіз қандай? Көп жасап қоя беретін привычкаларыңыз, кәдімгі ежедневный қайталана беретін, күнделікті жасап қоя беретін, на автомате жасай беретін ежедневный привычкаларыңыз қандай? Қазір мен айтып отырмын, осы сұрақтарды өзіңізге жазып отырыңыз. Бұл сұрақтар өте маңызды сұрақтар. Осы сұрақты өзіңізге қойыңыз да, ойланыңыз. Менің привычкаларым қандай сөзді көп айтамын, қандай привычкаларды көп жасаймын. Именно ақшаға байланысты айтып жатырмын. Қандай привычкаларыңыз бар? Үнемі ақшаны біреуге берейін деп жатқан кезде ішіне бірдеңе ұстап қалады. Болмаса, білмеймін, садақаны берем деймін де ұмыт кетемін. Болмаса, именно ақшаны бір жерде бірден сұрап қалдамда ақша тұрса да, скидка сұрай беремін, акция сұрай беремін. Бұлар да привычкалар, бұлар да кәдімгі әдеттер, дағдылар қалыптасып кеткен. Білмеймін, әркімде әртүрлі привычкалар, өзіңіздің ақшаға байланысты привычкаларыңызды, әдеттеріңізді жазып шығыңыз. Сосын жазып болғаннан кейін оларды өзгертіңіз. Егер де бізге айтады, ойыңды өзгертсең, өмірің өзгертеді дейді. Ойды қалай өзгертеміз? Привычканы өзгерту арқылы. Өзіңіздің күнделікті привычкаларыңызды өзгертуді жайлап бастасаңыз, соны тренировать ететін болсаңыз, жайлап бірден, мысалы, спортсмендерді бірден жүгіріп кетпейді ғой, болмаса бірден мышцаға тұра қалмайды ғой, олар жайлап тренировка жасайды, Тура солай тұрақты үнемі осындай тренировканы жасай беретін болсақ, яғни привычкаларымызды жоқ тоқтап алып, стоп. Ешқандай акция сұрамай ақ қойшы. Давай бұл жолы, мысалы, базарға барған кезде, мен де жайлап, бәрімізде бар ғой енді ол нәрсе. Давай бұл жолы ешкімнен акция сұрама, скидка сұрама. Давай негізі саудаласу деген нәрсе сүннет, ол нормально. Бірақ не үшін саудаласып жатырсыз? Привычка болып кеткен үшін ба? Менің ол мышлением әсер етіп жатқан жоқ па? Зиян тигізбейді ма? Подсознательный бедность деген нәрсе бар да, түпкі санадағы кедейлік деген нәрсе бар. Осы нәрсе мені кедей етіп жатқан жоқ па? Мышлением әсер етіп жатқан жоқ па деп өзіңіз бақылап көріңіз. Сосын барған кезде, давай, мысалы өзіме бүйтемін да, мен Балқия, давай бүгін не алсаң да, қандай покупка жасасаң да, скидка сұрама. Просто көр. Қандай болды, ішіңіз жылдайды ма? Сұрағыңыз келіп кете береді. Өйткені күнде қайталанып қалған привычка. Осындай привычкалар көп. Ақшаға байланысты өзіңіз привычканы жазыңыз да, оны өзгерте бастаңыз. Өзіңізге бір рет стоп деңіз, екі рет стоп деңіз, үш рет
өзгерте бастаған кезде, иншалла, тағы да айтам, мышление жайлап, мышленияның стратегиясы, системасы өзгеріп, мына жолға келе бастаймыз. Жаңа басында айтқанда 80%, 20%. Бұл нәрсе әлемнің барлығында айтылып жатса да, ой, қойш, ерунда осылар қиялдайды, ол еріккен бірдеңе, не ол ішкі хал деген, или там ойға қалай не істейді, ниет деген не ол, қойш, болмайтын далбаса нәрселер бұл дейтін болсаңыз, шынымен сол далбаса нәрсе болып, ол ұзақ жылдарға созыла береді. Мына жолмен пахат етіп жүре берем мен, сол еңбектеніп өзіме болады, сол осы өзім шекарам, өзім границам жүре береді десеңіз, жүре берсеңіз де болады, бірақ бұның жолы, тағы да айтам, бұның жылдары ұзақ, бұл ұзақ жылдарды ұзақ уақытты алады. Сондықтан тағы да айтам, ішкі халіңіз сіздің көп нәрселерді шешеді. Сіздің бизнесіңіз болсын, сіздің қарызыңыз болсын, олардан құтылудың 80% жолы осы ішкі халде. Қайталай бердім, сосын қараңыздар, қарыздан құтылу деген дұға бар. Пайғамбарымыз саллаллаху біздің пайғамбарымыз бізге нағыз үлгі, біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи бір күні мешітте отырған кезде барлығы жамағаттың барлығы кетіп қалған екен, бір сахаба отырды да қалып кетті ең соңында. Отырып дұға жасап отырғанын көрді, сонда пайғамбар саллаллаху алейхи сұрады: "Ей, неге отырсың, бәленше? Менің басында таудай қарызым бар, өте үлкен, құтыла алмайтын қарыздарым бар. Соны дұға сұрап отырмын, соған көңіл күйім жоқ" деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи оған бір дұғаны үйретті. Сен мына дұғаны оқы, сосын сен қарыздарынан құтыласың деді. Демек, ол кездерде де осындай қарыз болды, бұл проблема болды, Сол дұғаны біз қазір осы эфир біткеннен кейін Telegram каналы болмаса парақшаға салып қоямыз. Ол дұға бар, бізде оқи аламыз ол дұғаны. Сосын сол кісі айтып жатыр да, қарыздан құтылған кісі айтып жатыр. Сосын пайғамбар маған сол дұғаны берді, саллаллаху алейхи. Сосын мен біраз уақыттан кейін сол дұғаны оқып жүрдім да, біраз уақыттан кейін қарыздарымнан түгел құтылдым деп айтады, Демек, қарыздан құтылу дұғасы сработает. Жаңағыдай болмайтын бір фин-кодтар, бірдеңе, шірдеңе, не бар? Болмайтын нәрсеге миыңызды қатырғанша, осы дұғаны жаттауға миыңызды қатырыңыз. Дұғаның қазақшасын айтсаңыз болады. Ең бастысы сеніңіз. Әр дұғаны жасаған кезде сеніп жасаңыз. Күніне өзіңізге старт қойыңыз. Так, бүгін ба? Давай, Балқия, бүгін 3 сентябрь ма? Бір ай, келесі 3 октябрьге дейін бір ай 30 күн ба? 30 күнде күніне 100 рет, білмей әйтеуір, күні бойы бөліп тастаңыз, таңертең 20, кешке 20, әйтеуір күніне 100 рет қарыздан құтылу дұғасын оқимын. Көрейінші осы Балқия Балтабай айтты, болмаса өзім үшін көрейінші. 30 күнде результат бола ма екен, болмай ма екен? Просто көріңізші қалай болады екен. Тоқтамаңыз, бірақ үздіксіз жасаңыз. Бір күн тоқтап арада ажырап қалды ма, қайтадан бастаңыз 30 күн. Бір күн тоқтап қалды ма, қайтадан бастап көріңіз. Давайте сынап көріңіз. Уже сізде ары қарай результатты көре бастаған кезде толық сенім жүрекке орнай бастайды. Яғни қараңыз, тағы мынандай нәрсе бар да, Алладан байлық сұрайсыз ғой, нормально байлық сұраудан, нормально. Раббым маған қайырлы, адал ризық берші. Бүткіл ризықтың иесі сенсің. Толығымен Раббыңыздан кәдімгідей жылап тұрып, болмаса түннің үшінші уақытында дұғаның қабыл болатын кездерінде, Аллахым, менің уже пендең ретінде, құлың ретінде шамам жоқ, мен мына қарыздардан шаршадым, уже дәрменім жоқ, әлсізбін. Маған сен жәрдемдеспесең, менің бар үмітім сенің рахымың мен сенің мейіріміңде. Маған жәрдемдесші, маған көмектесші деп Алладан толық сеніп жылап тұрып дұғаны сұраңыз. Алла дұғаларды қабыл етуші, иншалла. Дұғаның да өзінің қабыл болатын уақыттары, жасайтын ережелер, правилалар бар, Сеніңізші толығымен бұл дұғалар расымен де жұмыс жасайтын дұғалар. Бірақ та қараңыз, сіз осы дұғаны жасаған кезде бұлай дұға жасауды ұмытпаңыз. Раббым, менің ризығымды арттыр, бірақ сол ризықпен бірге менің сол ризыққа ие болатын, сол байлыққа ие бола алатындай иманымды да арттырып қой. Яғни ол сенің берген ризығың жүрегіме түсіп кетпесін, жүрегімді түсіп, жүрегіме махаббатты, яғни тек қана махаббаттың барлығы, жүректің бәрін сол ақшаға деген, байлыққа деген махаббатқа толтырып, сенен алыстап кетпейінші. Ол келген ризық, сенің берген ризығың мені сенен алыстатпасын. Мені ақшамен бірге иманымды да бірге көтеріп отыршы. Ақшаны байтқаным сияқты менің иманымды да байтып отыршы, Раббым деген сияқты дұғаны қосып жасайтын болса, иншалла, яғни бір жүрекке жаңа айттым, екі махаббат сыймайды, Сонда қалайша деп ойлаймыз ғой, дүниені Алладан тағы да сұрасаңыз болады. Раббым, маған дүниені, байлықты қолыма бер, жүрегіме берме. Яғни қолымызда болған кезде оны беру, жомарттық, садақа беру де оңай болады. Яғни қолдан бересіз. Жүректе болған кезде жүректен суырып шығу, жанымызды суырып шыққанмен бірдей болады, қинайды ол бізді. Расымен де қинайды. Және ол өте қауіпті. Ақыретіміз үшін қауіпті, бұл дүниеміз үшін де, ақыретіміз үшін де қауіпті нәрсе. Бұл байлық жаман деген сөз емес, тағы да айтам, шатастырып алмаңыздар, өтініш. Сосын сіздің айналаңыз өте маңызды. Айналаңызда кімдермен көп араласасыз? Сіздің окружениеңіз сізді төмен қарай тартып жатыр ма?
жоғары қарай тартып жатыр ма? Көбіне қандай жерлерде боласыздар? Қандай адамдардың ортасында көп боласыз? Шағым айта беретін, тағдырына риза емес, өзіне риза емес, күйеуін жамандайтын, өмірін жамандайтын, бала шағасын жамандайтын. Жылап кетсең, звондап кетсең, үнемі жылап, қайтем, мен осындай болып қалдым, мен әйтеуір жолым ашылмай қойды, бағым ашылмай қойды, там не знаю, мен жетіммін, болмаса әйтеуір мен денсаулығым жоқ, болмаса мен бала тумай қалдым, Құдайға не жаздым, анау қайтыс болды, әйтеуір көп қой, тағдырға налу, шағым айту, жылана беретін. Бәрімізде бар, сынақ бәрімізде бар. Менде де бар сынақ. Бәрімізде бар. Бірақ Алла тағала бізді сынақты шағым айтсын деп берген жоқ, сынақты бізге сабақ алсын деп. Басқа нәрсе үшін беріп жатқан шығар, Кім айналаңыздағы адамдар, мейлі кіммен көп сөйлесесіз, шағым айтатын адамдармен, өміріне риза болмайтын, Аллаға күпірлік айтатын, тағдырына риза болмайтын, күпірлік айтқан адамдармен көп сөйлесесіз ба? Кіммен көп араласасыз, сол адамның привычкасы сізге жұғады. Есіңізде болсын. Ол ондай адамдармен араласпай қой деген сөз емес. Ондай адамдар өйткені біздің туысқандарымыздың да ішінде болуы мүмкін, бауырларымыз ішінде, ата-енеміз ішінде, Ал ислам ризықтың ең бірінші кілттерінің бірі туысқандармен қарым-қатынасты нығыз орнату. Кім байғысы келсе, ол туысқандарымен байланысын нығыз орнатсын. Араларында бір-бірлеріне махаббат орнап, мейірім орнатып, сыйлық берсін деген нәрсе бар, исламда. Сонда қалай бұлар бір-біріне қарама-қарсы дейсіз ғой, Сіз ана адам шағымданып жатқан кезде, мүмкіндігінше оған әйтеуір бір ықыласыңызды, әсеріңізді тигізе алатын болсаңыз да, әйтеуір ол туысқаныңыз болса. Ал туысқаныңыз болмаса, ондай адамдардан қарағанда өзіңізге жаңа орта іздеңіз. Жаңа ортағыны өзіңізді, сізді дамытатын лидерлердің ортасына, болмаса Алланы еске түсіруші орталарды создавать ету үшін аянбаңыз. Керек болса ақша төлеңіз ондай орталарға, керек болса күшіңізді, ресурсыңызды беріңіз, бірақ ондай орталар сіздің шынымен де өзіңіздің дамуыңызға өте қатты әсер етеді, иншалла. Сондықтан сіздің ортаңыз өте маңызды. Тағы да айтам, «Думайте как миллионер» деген кітап бар. Болмаса, мен шынымен де өзім оқыдым, «Долги тают на глазах» деген кітап бар, қарыз болатын болсаңыздар. Үнемі, хотя бы, жаңағы мынау 20% дедім ғой, мынау 80% дедім, мына екі жол бар. Біліңізші, мынау 80% сіздің ішкі халіңізге қалай жетуге болады? Күніне, ең болмаса күніне 20 минутын осы ішкі халге кәдімгідей арнаған адам, бұл тұрақты арнаған адам бұған жетеді. Түбінде бұны бәрі игереді. Бірақ біз 20 минутымызды күніне бөлемейміз, мойындайықшы. Бір күні қатты бөлеміз. Қазір мен осы эфирімнен кейін керемет мотивация алып, ой, бір-екі апта күшті болып жүреді адамдар. Қайтадан басылып қалады, Яғни бізде тұрақтылық жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям анық айтты. Яғни ең амалдардың ішіндегі ұнамдысы ол үздіксіз, аз болса да, бірақ үздіксіз тұрақты жасалғаны деді, анық хадис бар. Сондықтан да әрине ақыл айтудан аулақпын, сіздерге бірдеңені өмір үйретуден аулақпын. Мен ақшаға байланысты, болмаса білмеймін, әйтеуір дамуға байланысты қателікті көп жасадым. Мен ақылды болғаннан кейін сіздерге эфирде айтып отқан жоқпын. Қателікті көп жасағаннан кейін, сол қателіктермен бөлісіп отырмын. Басқалар осы қателік жасамаса екен деген ниетпен. Сондықтан да сіз шығындалыңыз, иншалла, жауапкершілікті жаңағыдай маған көмектесесіз ба, маған да звондайды, Балқия ханым, не істеймін, мен үшін шешім шығарып беріңізші, осы жерде не шешім шығарам, маған көмектесші дейді. Сонда оның өмірі үшін мен шешім шығарып беруім керек. Осындай нәрсе біреуден жаңағыдай өзіңіздің шағымыңызды біреуге айту, біреуден не істеймін деп сұрау деген нәрсе жауапкершілікті біреуге арту. Жауапкершілікті өзіңізге алыңыз. Өзіңіздің өміріңіздің жауапкершілігін өзіңізге алыңыз, Қарыз деген нәрсе бізді свободадан айырады. Қарыз деген нәрсе болашаққа переживание, яғни болашақты үнемі уайымдайтын етіп қояды бізді, осындай привычкалар береді. Қарыз деген нәрсе ішкі тревога, яғни ішкі мазасыздықты алып келеді бізге. Қарыз деген нәрсе мышление должника деген нәрсе бар. Бізді қарызда ұзақ жүре беретін адамдар, мышление должника оларға, яғни қазақшасын аударамай отырмын да, қарызда жүрген адамның мышлениесі, ойлау жүйесі сондайға кетіп қалады да. Адамдар қарызсыз өмір сүре алмайтын болып қалады. Қалдасында бар ақшасы, бірақ рассрочкаға беріп отыр, аласылайық. Вроде бар да, телевизор алатын 300 теңгесі бар, болмаса там 100 теңге бір духовка алатын бірдеңе алатын ақшасы бар, технодомға барады, магазинге барады. Жоқ, 100 теңге жұмсамайды да, рассрочкаға аласылайық. Телефон алатын ақшасы бар, жоқ, бірақ оны рассрочкаға алады, кредитке аласылайық. Неге? Ана ми нормаға кіріп кеткен. Қарызда жүру это норма. Қарызсыз өмір сүре алмайды уже адамдар ұзақ жүрген кезде. Сондықтан да өзіңіз ниеттеніңіз толығымен. Раббым, осы жыл, білмеймін, 2020 жыл болмаса келесі жылғы сентябрьге дейін бір жылдың ішінде Раббым, мен ниеттендім. Иншалла, қарызсыз, мүлдем қарызсыз өмір сүруге талпынамын. Сен маған жәрдемдесші, мен саған тәуекел етіп осы жолға, осы шешімге келдім. Қарызыңыздан құтылдыңыз ба?
Қазірден ниет етіңіз, бұдан кейін ештеңені қарызға алмаймын, ипотекаға кірмеймін, кредитке кірмеймін, қарызға алмаймын, вообще адамдарға қарызсыз өмір сүремін деп сіз ниеттенесіз ба? Алла тағала сізді қарызсыз ақ өмір сүретін етіп қояды ғой негізінде. Біз ғой ниетімізбен. Мысалы бізді черный списке тығып тастаса да, Каспий банктен, болмаса Хоум кредиттен, сізге қарыз шықпайды, сіз черный списке іліндіңіз десе, деп қорқамыз да, вообще күшті нәрсе ғой ол. Яғни сізге екінші кредит шықпайды деген сөз. Яғни кредит шықпай ма? Болды, сіз уже наличка алатын жолды іздей бастайсыз. Алла тағала біз қай жолды іздедік, сол жолды бізге тауып береді. Иншалла, сол жолды көрсетеді ғой бізге, Өзіміз қай жолды іздеп, сол жолды іздеп, өзіміз соған үнемі бар. Қайта түсіп қалып жатырмыз да осы бір тұзаққа. Сондықтан да біліңізші, чувство вины, өзіңізді кінәлау деген нәрседен аулақ болыңыз әрине. Бірақ, түсіндім. Біліңіз, кез келген қателік жасап қойған қателіктеріңізге өкіну, өзіңізді жей беру, кінәлау өзіңізді, осындай критиковать ету деген нәрсе керісінше бізді құртады, самооценкамызды түсіреді. Кез келген қателік жасап қойдыңыз ба? Әрине, тәубеге келіңіз, өкініңіз, Алладан кешірім сұрап, қайтып оны жасамауға бекініңіз да. Ол қателіктер маған өте үлкен опыт болды. Бұлар маған сабақ болды деп өзіңіз кәдімгідей кішкене успокойтып басыңыз өзіңізді. Сіз өзіңіз өйтіп ақтап алмасаңыз, өзіңіз тыныштандырмасаңыз, сізді ешкім ақтап алмайды. Сізді ешкім өзіңіз сияқты жаны ашып, өзіңіз сияқты жақсы көрмейді. Соны біліңіз иншалла. Енді осы жерде мынау сабақ сақталмайды деп айттым, Қазір мына жерде мен сіздерге шығарамын, иншалла, баннерлер шығаратын боламын. Қараңыздар, мынау қарыздан құтылу дұғасын жаңа мен міне қарыздан құтылу дұғасы, мынаны жаба салайын, нетіп алыңыздаршы, анадай скрин жасап алыңыздаршы. Аллахумма фини би халалкан харамики вағнини би фадлики амман сиуа. Қаласаңыз арабшасын, қаласаңыз қазақшасын, скриндап алыңыз. Білмеймін, машинада жүрсеңіз анда жерге жабыстырып қойыңыз, спальниде болса спальнingізге жабыстырыңыз, үйден шығатын есікке жабыстырып қойыңыз. Білмеймін, көзіңіз көп көретін телефонның бетіне фонға қойып қойыңыз. Әйтеуір көзіңізге жиі түсе беретін жерге қойыңыз да, осыны өте көп айтыңыз. Мынау дұғаны өзім қарыз болған кезде, мен білмеймін, мен қазір сізге 100 рет деп айтып отырмын ғой, мен осы ақша және мен сабағында айтамын, қай нәрсені қанша рет істедім, қалай жасадым, кім маған көмектесті, қалай шықтым, кәдімгідей көзіме жас келіп отырып, мен соның бәрін айтып беремін, бөлісемін осы сабақта, ақша және мен сабағында. Қараңыздар, енді қараңыздар, ақша және мен деген сабақты, ақша және мен деген менің авторлық курсым бар. Бұның барлығы осы сабақтың ішінде фишкасымен айтылған. Мен бірақ эфирде сидіре алмаймын. Бұл сабақтың ішінде, мына жерде ақша және мен сабағында 3 түрлі сабақ бар. Біріншісі, қалай енді ниетімді дұрыстаймын, маған жолын көрсетіңізші деген сұраққа жауап береді. Екіншісі, толығымен екінші сабақ, қарыздан қалай құтыламын деп аталады. Үшіншісі, қалай байлықты сұраймын деп аталады. Осы 3 сабақ толығымен фишкалармен ислам шеңберінде 5000 теңге тұрған. Осы күнге дейін мына жерде сатып алған ханымдар да отыр. Сатып алып көрген болсаңыз, қайталап көруге кеңес беремін. Дәл бүгін, дәл қазір осы сабақты сатып алғандарға ертең, яғни бір-ақ сутка беремін. Бір-ақ сутка 1600 теңгеге беремін осы сабақты, иншалла. Неге мұның тегін бермеймін? Неге мен бұны сатып жатырмын? Сіздердің қалталарыңыздан, яғни бұл дүниенің кәдімгі заңдылығы бар, алыс беріс деген нәрсе. Біздің миымыз осы күнге дейін алу беру деген нәрсеге үйренген, түсінесіздер ме? Бұл норма, Мен бұл мына 1600 теңгенің бір тиынын да өзіме алмай, толығымен 100% садақаға жіберем. Сіздер садақаға да үлес қосасыздар, осыны сатып алу арқылы. Қараңыздар, біздің магазинге барамыз да, осы бала күнімізден бері магазинге барамыз, мысалы бірдеңені сатып алатын, нан сатып аламыз, шекер, печенье, әйтеуір бірдеңені сатып алатын кезде бар, тегін әкетпейміз ғой. Біз оны сатып алатын кезде ақша береміз. Сосын вызамен біздің миымыз күтеді, так мен бердім, енді мен аламын деп ми дайын тұрады, яғни сұрайды. Тура миымыз солай үйренген. Қазір сіз 1600 теңгеге шығындалып, қалтаңыздан ақша шығарып шығындалыңызшы, білімге шығындалыңыз, садақаға шығындалыңыз. Иншалла, біріншіден миыңыз ана сабақта деп ішіп алады, кәдімгі сіміріп алады, дайын тұрады зейініңіз, Екіншіден, иншалла, сізге де мүмкін Алла шығындалатын шығар. Бұл білімдеріңіз, сіздің салған 1600 теңгеңіз, иншалла, Алла тағала бұйыртса, 100 есе болып қайтып келсін өзіңізге, 1.600.000 теңге болып қайтып келсін, амин деп қояйық. Сондықтан, құрметті ханымдар, тек қана бір сутканың ішінде ертең кешке дейін, ертең дәл қазірден бастап ертеңге дейін алып үлгерген адамдар осы акциямен алып үлгерді. Бұл акциямен алып үлгермегендер ертең уже 4 қыркүйек күні 2590 теңге, 2600 теңге болады, арғы күні 3600 теңге болады, одан кейін 5000 теңге болады. Бұл сабаққа жазылу үшін міне 2 нөмірді көрсеттім, скрин жасап алыңыздар да. Міне мына счетты да көрсетіп қойдым, счет онша көрінбей қалыпты. Осы счетты көрсеттім, осы счетқа дәл қазір ақшаны аударсаңыздар болады. Болмаса, прям ештеңе қалай жазылуды білмей жатқан болсаңыздар, мынандай нәрсе бар. Мына жиналған барлық ақша қайырымдылыққа беріледі. Бүткіл 100%, мен бұның бір тиынды алмаймын, тағы да айтамын. Мына жерде
менің дәл сіз отырған парақшада профильде ссылка бар. Сол ссылканы бассаңыз, бірден біздің қыздарға WhatsApp-қа шығасыз да, тіркелушілердің алғашқысы болып, дәл қазір 1600 теңгеге осы сабақты сатып ала аласыздар. Болмаса дайректке шығыңыз, дәл осы парақшада дайректке шығыңыз да, дәл қазір Каспий Голд қыздардан сұрасаңыздар, сізді тіркеуге қосады, иншалла. Тағы да айтам, сіздер осы ақшамен мынау эфирге шақырып алып бізді сатып жатыр, мынау эфирге шақырып алып тағы да жаңағыдай өзінің сабақтарын өткізіп жатыр, там не знаю, сондай бірдеңелерді ойлайтын болсаңыздар, онда расымен де сіз әлі де түсінбедіңіз менің шырылдап жатқанымды. Мен не үшін бұны сатып жатырмын, не үшін сіздерге мен бұны айтып жатырмын, оның барлығын жаңа эфирдің басына түсіндіріп өттім ғой. Расымен де осы жолы толығымен ешқандай бұл дүниенің пайдасын ойламай, тек қана өзім сияқты қиналып жүрген, кезінде қиналған, қарызда жүрген адамдарға көмектескім келеді, Алланың разылығы үшін. Өйткені сол состояниеге Алладан сұраған едім, мен сол уровеньге жеттім. Сол состояниеге жеттім, альхамдулилля, қазір басқаларға көмектесе алатын дәрежеге Алла Тағала мені жеткізді. Енді көмектескім келеді. Тағы да айтам, бұл сатылған сабақтан мен бір тиын да ақша алмаймын. Түгелімен садақаға кетеді, 100% садақаға кетеді. Айтқым келгені сіздерге осы еді, бір эфирдің ғана айта алмаймын. Қазір иншалла мына эфирді бітіремін да, бұл эфир сақталмайды. Келесі эфирді ашамын, сұрақ жауап эфир болады. Сабаққа байланысты, қарызға байланысты сұрақтарыңыз болса, сол эфирде иншалла қауышамыз. Бірақ мына эфирді дұғамен аяқтағым келеді иншалла. Бұл эфир сақталмайды. Алла Тағала, альхамдулиллахи роббил аламин, Алла Тағала сансыз шүкірліктер болсын. Раббымыз осы эфирді көрсеткен, эфирді сіздермен біздерге қауыштырған, жоспарлаған эфирді жоспарлаған күйінде Алла Тағала өзінің дәргейінде жасатқаны үшін Аллаға сансыз шексіз шүкірліктер болсын. Және Алла Тағала сіздің, біздің осы эфирді көріп отырған әрқайсымыздың иншалла толығымен ақшаның финансынан, финансовый свободаға, еркіндікке жетіп, бұл проблемадан толығымен құтылып, толығымен Алла Тағалаға тәуекел еткен, Алланың сүйікті құлдарының қатарында болған, зекет беретін, бұл дүниеде де, ақыретте де, екі өмірде де инвестор болатын мұсылман бауырларының қатарына қосылуыңызды Алладан тілеймін. Аумин деп қойыңыздар, өйткені Алланы еске алған кез келген жиындар берекелі болады, берекелі жиындарда періштелер болады, періштелер отқан жиындарда қабыл болады. Сіздің ниетіңіз, пейіліңіз, жасайтын дұғаңыз, аузыңыздан шығатын әрбір сөзіңіз сіздің өміріңіздің қандай болатынын шешеді. Есіңізде болсын. Ассаламу алейкум ва рахматулла. Қазір келесі эфирді ашамын, сол эфирге келіңіздер иншалла.